Наталья Пасечник аслы украинле бели свеч пианино жесі. Оның концертлері Авропа, Америка Қошма Штатларында, Япония ве Аргентинада аншлакларыны топлайды. Екібін 14 сенесі весиқалары вақтында ватаныны пек қайғырайды. Оның саясында екі ел әвелісі Стокгольмда свечеді. Украин институты пейдауылды. Натальяның эсас мақсады свечелеріні Украинанен таныштырмақ ве таныштыруыны гонлі музыкадан башлады. Свеча чалғыжылары елі бірлікте альбомыны язды. Лейха тақдимыне Тамара Каноненко барып келді. Украин рухунун унутулган хазинесі. Альбомға кірген эсерлерге мулифлердің берген серлевасы. Дүния жебелі улған эсерлерден ғайыры топламға пек белі олмаған, ама ғайет істедатлы бестекерларының эсерлеріні де сайладылар. Олардан чықусы Совет бірлігінде ясақланылған еді. Так, як от шведський стіл, знаєте, дегустація. Исвече софрасы киби. Азар татмақ киби. Бізді музыкаве бестекерларының чешітлігіні көстірмеге истередік. Базы ерлерде халк ағыз яратычылығының тесері дүйыла. Башқалары космополиттер. Мили романтик мектепке айыт олған есерлеріні алдық. Ебет, Лейханың муим қысымыны оның бабасы ве тесісчісі Николай Лысенко ве талебесі қаплап ала. Альбомны Исвечеде дүнияда нам қазанған студияда язған еділер. Эсерлеріні Исвеченің ең әйі чалғыжылары ижра еттілер. Олардың арасында Киманеджи, Кристиан, Сварфар. Украинаға мақсыз бұйышны тақдым етмекі чүн келді. Айтқаны кеби Натальяның ярдымынен өзі үшін Украин музыкасыны açtı. Менің үшін бұл яны шейлер. Украин музыкасы елі танышды гіледім. База есерлеріні білем, ама музыканы ділемейедім. Наталья Булейханы яратмаға теклиф еткенде, о қадар чоқ шедевр, гүзел эсер бар олғанындан пек мемнун қалдым. Наталья Пасечник Украинве и свеж журналистлерінен Украин рапсодиясы альбомның пейда улыва ақында весиқалы фильмны чықарды. Тәшкілетчаларының айтқаны кеби, бұ кевелейхалар Украина ведігер мемлекетлер арасындан хусуси бір медзиниет көпюрдыр. Бұна ихтияжымыз пек бұйық, чүнки білесіңіз, Исвече Украинаның досты. Украина үшін күчлі дестектір, ама айны вақытта Украина ади свечелер үшін мединиет жетінден пек белі дігіл. Для Украины это имеет огромное значение. Украина üçün имееті пек бұйық, чүнки музыка лисаны ярдымы елі, дүниеда әркес, Украин тіліні білмесе біле, насылдыр бір мананы анламас, ама музыка чынлавыны әркес анлай. Бөледе музыка дүнияға Украинаның о вақыт вешімді яшағаныны анламаға ярдым етер. Украин классик эсерлерінің топламына Исвече ведігер мемлекетлерінің дінлейже ве музыка тәрхечелері музбет қаймет кечті. Шунын үшін Наталья бұнеті жеде тоқталмас. Елеріде де Ауропаларны Украин музыкалы гонлі таныш етмеге сөз бере.